Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін пеште піскен тауық пен картоп тағамын жасаймыз. Өте жеңіл әрі оңай тағамдардың бірі. Оған керекті заттарым: тауықтың төс еті және қызанақ, картоп, пияз, кілегей, ірімшік, зәйтүн майы, жұмыртқа, правань көкшөптері, тұз, бұрыш қажет. Ең алдымен біз пиязымызды дөңгелек етіп турап аламыз. Және ыдысымыздың түбіне зәйтүн майын салып, оның үстіне пиязымызды саламыз. Және тауықтарымызды үлкен төртбұрышты етіп тураймыз. Бөлек ыдысқа салып, дәмдеткіштерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін пияздың бетіне тауықтарымызды саламыз. Енді картоптарымызды дөңгелек етіп тураймыз. Туралған картоптарымызды тауық етінің үстіне саламыз. Тауық етінің үстіне барлық картоптарымызды салып, оның үстіне зәйтүн майын жағып шығамыз. Бұл тағамға зәйтүн майын қолдансаңыздар дәмі ерекше болады, әрі денсаулығымызға пайдалы. Бөлек ыдысқа кілегейді құямыз және жұмыртқамызды жарып саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Пешімізді алдын ала 200 градусқа қыздырып қоямыз. Кілегейімізді жақсылап араластырып, картоптың бетіне толықтай құямыз. Картоптың бетіне толықтай құйып, ең алдымен пергамент қағазымен жабамыз. Одан кейін үстіне фольгамен жабамыз. Шет-шетін жақсылап жауып, 35 минут пеште пісіреміз. Тауығымыз піскенше қызанақтарымызды дөңгелек етіп тураймыз. Тауығымыз толықтай пісті. Фольгасын аламыз. Өте дәмді, иісі керемет. Енді алдын ала үккіштен өткізілген ірімшігімізді осының үстіне толықтай саламыз. Және оның үстіне туралған помидорларымызды, яғни қызанақтарымызды саламыз. Және осының үстіне ерекше қош иіс беретін дәмдеуіш правань көкшөптерін сеуіп шығамыз. Және пешке 20 минутқа қоямыз. Тағамымыз пісті, өте дәмді және иісі керемет, өте оңай, жеңіл жасалатын тағамдардың бірі. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Біздің отбасымызбен сүйіп жейтін тағамдарымыз бірі. Сіздер де осындай тағам дайындаңыздар. Әсіресе балаларға өте ұнайды. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және менің еңбегімді бағалап, достарыңызға бөлісіңіз. Және осы тағамды әртүрлі көкшөптермен әсемдеп берсеңіздер болады. Өте тартымды, әдемі көрінеді. Менің каналымда келесі кездескенше сау болыңыздар.